Сіз желідегі бір коммент оқығанда жай ғана ха-ха деп күлген кезде сіздің миыңыздағы нейрондар құдды бір суперкомпьютер космостағы байланыстар сияқты жұмыс істейді. Әзілді түсіну үшін мидың бір емес бірнеше ірі бөлігі бір уақытта іске қосылуы керек. Процесс былай жүреді. Бірінші қадам маңдай үлесіне келеді, яғни фронтал лоб. Бұл біздің логика мен талдау орталығымыз. Сіз комментті оқи бастайсыз, ми контексті қабылдайды және оқиғаның қалай аяқталатынын автоматты түрде болжайды. Біздің миымыз шаблондармен жұмыс істеуге үйреніп қалған. Ал кенеттен комменттің соңында сіз күтпеген шаблоныңызға сыймайтын бұрылыс болады. Ми абсурдтықты сезеді. Дәл осы кезде екінші қадам лимбикалық жүйе іске қосылады. Бұл біздің эмоция орталығымыз. Маңдай үлесі, мына жерде логикалық қате, парадокс бар. Бірақ бұл қауіпті емес. Бұл күлкілі деп белгі бергенде лимбикалық жүйе іске қосылады.